Николай Павлович Задорнов 1909 жылы 5 желтоқсанда туған орыс совет жазушысы, сценарийші. Зиялылар отбасынан шыққан ол Забайкальеде өсті, Оралда және қиыр шығыста ұзақ өмір сүрді. Николай Задорновтың шығармашылық жолы Пенза театрында басталды. Ол актер, журналист және жазушылықты бірге алып жүрді. Алғашқы еңбегі башқұрт пен орыс темір ұстасын достығы жайындағы Магусюнка и Гурьяныч повесі. Қиыр шығыста Николай Задорнов шығармашылығының негізгі тақырыбы орыстың қиыр шығысты игеруі туралы болды. Бұл Амур батюшка, Золотая лихорадка, Далекий край романдарының трилогиясын жазуға алып келді. Біртіндеп тақырып кеңейе бастады. 1950 жылдары Адмирал Невельский мен Амур экспедициясы туралы трилогия шықты. 1970 жылдары Адмирал Путяниннің Жапонияға жасаған экспедициясы жайындағы Черные корабли с севера трилогиясы жарық көрді. Осы тақырыпты жалғастырған Гонконг, Владычица морей, Ветер плодородия романдары Гонконг туралы трилогияның жарыққа шығуына себеп болды. Өмірінің соңғы жылдарында ол аяқталмай қалған Владивостоктың құрылуы туралы романмен жұмыс істеді. 80 жылдары жазушының алғашқы 2 трилогиясын қамтитын 6 томдық шығармалар жинағы жарық көрді, және де кейін шығармалар бірнеше рет қайта басылды. Әдебиет тануда Николай Задорновтың жазушылық таланты және оның прозасының әдеби құндылығы туралы қарама-қарсы пікірлер айтылды.